Криштиану Роналду Ювентус сатынан кетіп, Реалға оралуы мүмкін. Барселона клубы жаз айында қай ойыншыларды сатып алуға тырыспақ. Тимо Вернер Бундеслигаға оралуды жоспарлауда. Осы және де өзге футбол әлемдегі соңғы ең қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы дәл осы видеода. Егер осы видеоны қыздар келесі футбол жаңалықтары топтамасын көп күттірмей тездетіп шығаратын боламыз. Сіздерден жай ғана лайк және қолдау. Ал біздің тарапымыздан тек сіздер үшін сапалы әрі қызықты видеолар. Ендеше кеттік. Дортмундтық Боруссия клубы туринде Ювентустың польшалық қақпашысы Шесна Войцекке қызығушылық танытуда. Биыл хабарлады трансфер-маркет веб баспасы. Баспаның ақпараты бойынша министр клуб алкеперді алдағы жазғы трансфері келесі кезінде каталардан қосып алуға мүдделі. Және де оның трансфері үшін 30 миллион еуроны төлеуге дайын. Шесна Войцектің Ювентус клубымен келісімі 2024 жылдың жазға дейін жарамды. Мадридтік Реал клубы қорғаушы Рафаэль Варамен жаңа келісімшарт бойынша талқылауларды бастап кетті. Деп хабарлауда Марка баспасы. Баспаның ақпараты бойынша тараптар жаңа келісімшарт жағдайы бойынша келісімге келуге жақын. Варан күмәнданған. Дегенмен патша клуб сатынан кеткен шешімін қабылдады деп хабарлануда. Францияда қорғаушының Реалмен келісімі 2022 жылдың жазына дейін негізделді. Мадридтік клуб басшылары ойыншыға әлі де оған сенім артатындарын айтып түсіндірген екен. Негізінен ойыншыға бірнеше топ клубтар алдынан бері талайдан қызығушылық танытып келеді. Мерсисайдтық Ливерпульдің бас жаттықтырушысы Юрген Клоп өзінің командасының осы маусымда Чемпиондар Лигасын жеңіп алатындай жағдайда еместігін айтып түсіндіріп өтті. Біз ондай ақымақ емеспіз және әзірге осы маусымда Чемпиондар Лигасын жеңетінге ұқсамаймыз. Алдымен жеребені күту керек. Бірақ нақты айтарым, кез келген жеребе қорытындысы бойынша бізді өте қиын ойындар күтіп тұр. Біз олай тұрмалысқа көз салмаймыз. Тек келесі болатын матчтар туралы ойланамыз. Чемпиондар Лигасында бізде импульс бар. Деп жеткізген екен Юрген Клоп Sky Sports баспасына бергендегі сұхбатында. Айтып өтсе, Ливерпуль командасы қос ойын қорытындысы бойынша Лейпцигті жеңіп, Чемпиондар Лигасының төртен бір финалдық кезеңіне жолдама алған болады. Мадридтік Реалдың ойыншысы Эден Азар алған жарақатынан толығымен айықты. Ойыншы жарақатына байланысты бір айдан астам уақыт бойы өз командасына көмектесе алмаған еді. Мұндай Депортиво баспасының ақпаратына сәйкес, бельгиялық футболшы командамен бірге жалпы жаттығу тобына оралған және жақында болатын өз командасының ойындарына қатыса алады. Барселонаның бас жаттықтырушысы Рональд Куман соңғы 2005 жылдан бері алғаш рет Чемпиондар Лигасының төртен бір финалдық кезеңіне өз командаларымен бірге өте алмай қалған Роналду мен Мессидің жағдайларына қатысты өз сөзін жеткізді. Әрине, олар өз командаларымен жеке кезеңнен ұшып кеткендері өкінішті. Олар екеуі де өз жанкүйерлерін осы турнирдің финалына үйретіп қойған керемет футболшылар. Бірақ жағдай осылай болып қалды. Деп жеткізген екен Рональд Куман гол баспасына берген сұхбатында. Айтып өтсек, өткенде ғана Мессидің командасы ПСЖ-дан, ал Роналдудың командасы Портудан өте алмай қалған болатын. Уақыт өткен сайын бұл екі аңыз жұлдызы футболшылардың дүркіреп тұрған дәуірі сөніп бара жатқандай. Өте өкінішті әрине. Red Bull Leipzig'тің бас жаттықтырушысы Юлиан Нагельсман Барселона командасын тізгіндеуі мүмкін. Каденесе баспасының ақпаратына сүйенсек, министр мамыр жаз айында қазіргі Барселонаның бас жаттықтырушысы Рональд Куманның орнын басуы мүмкін. Нагельсманды Барселона тізгіндеп алған клубтың жаңа президенті Жоан Лапорта көргісі келеді. Перспективті жаттықтырушының Лейпциг клубымен келісімшарты 2023 жылға дейін жарамды. Сонымен қатар Тоттенхэм және де Бавария клубтары Нагельсманды өздерінің командаларының тізгінінде көруді қалайды. Париж Сен-Жермен клубы аргентиналық жартылай қорғаушы Анхель Ди Мариямен жаңа келісімшарт жағдайы бойынша келісімге келді. Деп мәлімдеді RMC Sport баспасы. Баспаның мәліметі бойынша футболшы клубпен жақын арада 2022 жылдың жазына дейінгі келісімшартқа отырмақ. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алдағы жазда Барселона клубының су жаңа президенті Жоан Лапорта
Кандай футболчуларды Каталондық клуб сапына катарга косууга тырышатынын кабарлады. Мунда Депортиво баспасынын акпараты боюнча, клубдун кызылдык командасы Манчестер Ситинин ортолук коргоочусу Эрик Гарсия жана Бавариянын коргоочусу Давид Алаба, сонун калса Дортмунддук Боруссиянын шабуучусу Эрлинг Холландты көздөп карастырды. Және де егер Рональд Коман Барсаны тизимдеги жалгастыра беретін болса, клубунун өтүнүшүн орундоо максатында Лиондун шабуучусу Мемфис Депайды да катарларына косуп алуу ыктымал. Айта кетерлиги, Эрик Гарсия, Давид Алаба және Мемфис Депай алдагы жаз айында эркин агент атанады. Оларды Барселона суу тийинге алууларына болот. Тек Эрлинг Холландтын трансфери үчүн өтө көп каржы жумсоого туура келди. Шабуучу Тимо Вернердин Лондондук Челси клубундагы болошогу үлкен сурактын астында. Осы жайында футбол инсайдер баспасы кабарлады. Акпараттар боюнча немис оюнчусу Агышын премьер-лигасынын оюндарына бейимделүү кыйынга согууда. Сол себептерде ол жакын арада Бундеслигага оралуу нускасын карастырды. Айтып өтөт, Тимо Вернер өткөн жазда Челси сапына Лейпциг клубунан 23 миллион еврого алышкан болду. Агымдагы маусумда ол Туркия сапында 37 оюнга катышып 10 голду согат және 9 натыйжелүү пас жасап көзгө түштү. Каталондук Барселонанын капитаны Лионель Мессидин мансабын ары карай кайда жалгастыруу мүмкүн экендиги белгилүү болду. Итальянасы баспасы кабарлоо боюнча келесі маусумда Аргентина боюнча кайда өткөзөтүнү белгилесет. Бирок 2022 жылы ол Интер Майами клубунун оюнчусу атанууда карастырылды. Айта кетерлиги, 2022 жылы Месси АКШ MLS лигасына ауысар болса, ол кезде онун жашы 35 болмок. Мессидин Барселона келисим шарты алдагы маусум айында аякталады. Ол клубдун келисим шартынын узатууун команданын жаңа президенти Жоан Лапорта менен талкуулауга мүдделүү. Бүгүн Ювентустун шабуучусу Криштиану Роналду кайтадан Мадридге оюнчу сатылуу мүмкүн. Жаңалыктын көкөйсөдө болсун. Элчинин баспасынын акпараты боюнча Португалдык футболчунун агенти Жорже Мендеш патшалык клуб Роналдунун оюнчу боюнча келишимге жүргүзүүгө киришкен. Алдына гана катчылар клуб Роналдуду онун жалакысынын аса жогору болгондугуна байланыштуу. Оны 60 миллион евро багага сатууга дайын экендиги кабарланды. Өткөндө Чемпиондар Лигасынын 8 финалдык кезең аясында Ювентус Портудан ошо кеткенден баштап Роналду Ювентус сапына кетеди деген акпараттар көпкө таралып кетти. Ал силер кандай ойлойсуздар? Чынымен эле Роналду Реал сапына ауысууы мүмкүнбү? Немесе Роналду башка кай клуб сапына ауысса деп ойлойсуздар? Міндетті түрде пікірге өзі болжамдарыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол әлеміндегі соңғы ең қызыққа толы жаңалықтарымыз осындай болды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, онда міндетті түрде еңбегімізді бағалап лайк басып, арнамызға жазылып, пікірлеріне өздеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.